Ассалаумағалейкум тағы да ағайындар. Мінекей бүгін жексенбі аптаның 26 маусым Түркістан қаласындағы 4 түлік Нұрасем мал базар әкімшілігінен Түркістан қаласында Алтынбұлақ құс базары және көлік базарына ат басын тірегелі отырмыз. Міне көлікпен жүріп бара жатырмыз. Түсіруге видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Біздің арнамыздың аты STV Channel әмбебаптық YouTube арнасы. Әрқашанда сіздермен бірге біз түсірілімізді бастаймыз. Қазының үйректері мінекей сатылып жатыр. Бағасы қанша бар? Кішкентайлары 1200, 1350. 1200, 1350. Жақсы, берекетіңді. Мыңнан майдалары 300 теңге. Қоян сатылып жатыр. Ұрғашы еркегі бар ма? Қаншадан айтып жүрсіз? Еркегі 3000, ұрғашысы 1000, 2000. Ұрғашы 2000. Орташалар 1000-нан, майдалары 500 теңгеден. 1000 теңге, 500 теңге, 500 теңгеден 3000 теңгеге дейін бойына, денесіне, бітіміне қарай сатылып жатыр. Еркегі 3000 теңге дейді, ұрғашы 2000, 500 теңге, 1000 теңге, әр түрлі. Браманың балапандары, көжектері қанша бар? 700, мынау 600, анау 800. 800 теңге, 600, 700 я? 700. Үйде бар ма? Бар. Телефон айта алмайсыз ба? Алам деушілерге. Айтып жіберіңіз. 701, 8701 65, 65 793. Ұялы телефонға хабарлассаңыздар, мінекей Браманың әртүрлі балапандарын саудасын жасауға болады. Қанша деп отырсың ба? 2000-дан. 2000-дан. Үйрек па? Я үйрек. $2000 теңгеден сатылды. Жақсы берекет. Может ал? Ол 1000 теңгене тұр. 1000 теңге? Я. Порода қандай ма? Японский. Жапон тауығы, я? Я. 1000 теңге дейді. Қанша деп отырсыздар бұны? 7000 ет тұр. 7000? Төбелесетін қораз ба? UFC дейді ғой, UFC қораз. 7000 теңге. Жақсы, сауда. Қаздар 7000 теңгеден. Қаздың балапандары қаншадан? 1,5 теңгеден. Мына келесі қарқұрақта тауық. Бұлар қанша? 300 теңгеден. Келесі тауықтар түсі бірдей екен. Қанша айлық? 3 айлық. Бағасы қаншадан? 2700 теңгеден дейді. Тұқымы қандай оның? Жоқ, пародасы қандай дейді ма? Адлер. Мінекей, тұқымы. Үйде бар ғой енді. Сатып алам деушілерге ұялы телефон бересіз. Бермейсіз. Ақпарат үшін түсіріп жатыр. Мінекей 2700 теңге. Жақсы, берекет. Үндіктің балапандары. Қанша деп отырсыз? 2000 деп айтыңыз. 2000 теңге келісім бағасы бар. Сиган ғой бұлар, порода сиган. Сыған тұқымы дейді. Жақсы, саудаңыз бар. Міне құс базарына да ит тұқымдары да келген екен. Қандай пародасы? Питбул. Питбул дейді. Мінекей 15000 теңге бағасы. Қызығып жатсаңыздар, телефон айта аласың ба? Телефон. Жоқ, ұялы телефон. Нөмірін айтсаң, нөмірін. 702 386 1336, я? Осы итке қызсаңыздар, жаңа байланыс телефонға қоңырау соғып, осы иттің басқа да мәліметтерін алуға болады, саудасын жасай аласыздар. Жақсы, саудаларыңыз болсын. Болсын, Қоян сатылып жатыр. Erkek, Еркегі қанша?
Erkek 3000'den de batım var. Şeyimiz var. 3000 tengeden deydi koyun. 3 gelgisi Bir de kaçtı 3 gayx. Жақсы, берекесін берсін. Ana erkek 3 gayx. Келесі тауықтың балапандары 1000 теңге, 1,5 мың теңгеден сатылып жатыр. Бұның қародасы қандай? А? Полевой брама. Полевой брама. Брама тұқымы. Видео бар ғой? Телефон бере аласыз ба? Айтшы. 747 159 89 19. 89-19 көрермендер, алыстағы ағайындар қызып жатсаңыздар, жаңа ұялы телефонға хабарласуға болады осы тауықтың түріне. Түркістан қаласы бойынша, Түркістан облысы бойынша басқа да өлкелер тапсырыс қабылдайды және байланысқа шықсаңыздар, тасымалдау жолдарында қарастырған ағайындар. Үндік сатылып жатыр. Егес айтады, бір еркегі мекені, 4 ұрғашысы, барлығы 30 мың теңгеде саудасы бар. Келесі ерекше мына көріністегі қораздар ет береді деген салмағы ауыр дейді, 5 кило, 6 кило шығады жобамен. Тұқымы бөлек, қандай дейді аты? Бройлер коп 500. Бройлер дейді. Бағасы қанша? 6000 теңгеден. 6000 теңгеден мінекей. 5 кило ет бар қазір. 5 кило еті бар дейді. Міне келесі шөжектерде сатылып жатыр балапандар. Үндіктің балапандары ғой. Гибрид балы. Гибрид? Иә. Гибрид балапандар, 1 айлықтар. 1 айлық. Бұлардың бағасы қанша? 2200 теңгеден. 2200 теңгеден дейді. Мынаусы Брама балапандар. Браманың балапандары қанша? 1,5 1,5 мың теңгеден. мың теңгеден. Кучинский балапандар. Бұл Кучинский балапандар. бағасы қанша? 1000 теңгеден Кучинский балапандар. Енді алыстағы ағайындар қызығып тапсырыс берем депсе, ұялы телефонды айтып өтсең. 775 375 72 74. 72-74 ағайындар ұялы телефонды алдық, хабарласып, ерекше түрдегі тұқымды құстарға тапсырыс бере аласыздар. Осы ұялы телефон арқылы басқа да сұрақтарыңыз болса байланыс жасауға болады ағайындар. Мінекей ағайындар, бүгінгі түсірілім өзінің соңына келіп жетті. Сұрақтарыңыз болса пікір алаңына жазып қалдыруға болады ағайындар. Құс базары Түркістан қаласында қай жерде десеңіздер, бұл Алтынбұлақ автокөлік базарының артында орналасқан Түркістан Алтынбұлақ құс базары аптаның әр жексенбісінде жұмыс жасайды. Есігін айқара ашады сіздер үшін. Басқа да сұрақтарыңыз болса қоюға болады. Біз сіздермен қоштаспаймыз. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.